Махаббатсыз дүние бос деп бекер айтылмаса керек. Қос ғашықтың арасындағы жүрек тебірентер сәт қашанда айтылып келді. Мысалға, Қыз Жібек пен Төлеген, Қозы мен Баян, Еңлік пен Кебек жайлы. Ал біз бүгінгінің ғашықтарын әңгімелейміз. Бағдарламамыздың алғашқы кейіпкерлері Музарт тобының солисті Кенжебек Жанабілов пен жары Жәмиля. Қос ғашық осыдан тура 10 жыл бұрын отау құрды. Ал олардың таныстығы былай басталды. Біздің отбасымызда жиі бас қосулар болатын. Көп салтанатты кеш болатын. Сол жерде мен қалып қойып, сосын Жәмиляның туған әпкесі бар. Сол кісі екеуі қайтайын деп тұрады. Мен айттым, сосын кейін сіз қала беріңіз, мен апарып тастайын дедім. Әпкесі енді алдына танысқанбыз. Әпкесі жағы бергел деп мен шақырып алды. Сосын жарайды, келін. Сөйтіп едім, ол кісі тұрды айтты, сен күйеу бала болғың келіп жүр ме деді да. Жоқ, күйеу бала болғың келіп жүрген жоқ. Сіздің бұл жерде қалсын деген ниетпен мен өзім апарып тастайыншы деген ойым ғой дедім да. Бетіме қарады да. Мына қызға қазір бірдеңе болатын болса, сен басыңмен жауап бересің дедім. Жарайды ма? Сөйтіп екеуміз шықтық. Қыстың күні ғой, жер қар, бұл кісі жаңағы аяғына биік аяқ киім киіп алған, жаңағы жүріп бара жатып, ұста деп айтын десе болмай тұр да, өзі неғып жібермей тұр ғой енді. Бірінші рет кездесуіміз екеуміздің жаңағы. Мен енді апарып тастайын деп ұсыныс тастап тұрмын. Сосын кейін екеуміз шықтық, Фрунзенің бойына шығып, такси тоқтаттық. Ассалаумағалейкум, уағалейкум сәлем. Бізді осындай жерге апарып тастайсыз ба? Жарайды, мақұл, қандай көше? Пушкина, жаңа Мақатаева. Болып, жүріңіз. Сосын Пушкина, Мақатаеваға мына кісіні тастаймыз дағы, ары қарай тағы бір достарыма барайын деп жатырмын, сол жаққа. Болды, Кенжеге жүріңіз. Танып тұр енді ол. Тұрдық, екеуміз отырып. Мен машинаның алды бос қой енді. Бұл кісі артынан отырды. Сосын мен енді алдын отырсам ғой, менікі жаңағы телефонын алу ғой енді, мақсат. Сосын мен тұрдым дағы, қасына отырып алдым, бүйтіп маған көзінің астымен қарады. Сосын мен тұрдым да айттым, телефон бола ма? Бола ма деп едім, бетіме қарап тұрды, не қыласың оны деді. Сосын мен жай әшейін қоңырау шалып, әшейін хабарласып тұрайын дегенім ғой дедім. Сосын ойланып тұрды да берді. Алдық, сосын кейін үйіне бардық. Үйіне барғаннан кейін жаңағы бізді апарған кісі такси енді оны да Құдай аузына салып тұрған шығар. Сосын жаңағы кісі тұрды дағы, Кенжебек, мына қыз келін ба, қалай бұл деді да маған. Ол кезде енді мен бойдақпын ғой. Сосын жоқ, аға қазір ғана танысып, бұл салтанатты кештен мен алып шығып едім деп едім. Менің көз қарасыммен мен адам таңдаймын деді да, үйде бір шама мен інілеріме өзім келін әпергем деді да. Мына қыз келін болатын қыз екен деп айтты да. Ол маған басқаша ой салып жіберді да уже. Бұл кісіге деген сезімді одан самайын артқызып жіберді да мені. Бұл олардың алғашқы кездесуі еді. Сол таксист Кенжебекке бекер ой салмаса керек. Өйткені арада 1,5 жыл өткен соң ғашықтардың қосылуына себепкер болған жан қайта кездеседі. Достарымды жинап Жәмиляны алып кетейік, ары қарай тауға кетейік деді. Жарайды, мақұл деді. Соның достарым осы жерге келіңдер деді. Соның шығып Абаяң бойына шығып такси тоқтатам ғой. Содан кейін келеді да жаңағы такси келіп тоқтап, Кенжебек, ассалаумағалейкум, уағалейкум сәлем. Отыр дейді. Таныдың ба? Жоқ, таныған жоқпын. Отыр дейді. Отырдым соның бір кезде. Қайға дейді. Осындай Пушкина, Мақатаева. Сен білесің бе дейді. Жоқ, есімде жоқ. Сен білесің бе, мен ненің Фрунзенің бойынан сол Мақатаева Пушкинаға сен апарып тастап едің ғой дейді. 1,5 жылдан кейін, ой, аға мен сол қыз сіз осындай деп айтып едіңіз ғой. Қазір сол қызбен жүріп, Аллаға шүкір енді мен отбасын құрсам ба деп жүрмін деп едім. Ой, айналайын, рахмет, осындай бақытты болыңдар. Менің аузыма бекер салмаған екен ғой Құдай бұл сөзді деп. Қабыл болған екен ғой деп жаңа. Аллаға шүкір, бақыттымыз. Аңқылдақ жігіт осылайша мәз болғанымен Жәмиля өнер адамына тұрмысқа шығамын деп ойламаған. Алайда Кенжебек мыс болып қатқан жүректі жібіте білді. Негізі мен шынымды айтсам өнер адамынан қатты қорқатын. Өнерге қалай десем болады, онша қаламайтын негізі. Әнші, артист дегендер
менің түсінігімде мүлдем басқа адамдар болады, мынаны айтады ғой, неден қашсаң соған тап боласың деп, мен сондай болдым. Өнер адамы деп кішкене қашқалақтағаным бар. Негізі біз кездесіп бастағанда мен анам ауырып жатты. Содан күннен күнге нашарлай берді. Сол кезде мен өзім ішімнен өзімді жей беретін. Сол кезде мені алдайтын. Анда алып шығып, мында алып шығып, сондай мен баурап алды деп айтам. Сондай неге мен алданып, кейін анам қайтыс болғанда да мен сондай бір күйзеліске ұшырап кеткен жоқпын да, өйткені сондай бір ситуацияға мен жіберген жоқ та. Сол сондаймын. Анасының қайтыс болғанына 1 жыл болған соң жарасымды жұп үйленуге бел буады. Біз үйленетін жылдан 1 жыл бұрын анасы қайтыс болып, сосын анасының жаңағы жылын күттік. Енді біздер қазақта білесіз ғой енді. Жаңағындай адамның дәстүр дейміз, көңіліне қараймыз адамдардың. Мынандай сөз айтып қалмасын, неге кеше ғана аттандырып, бүгін неге мынандай қуаныш жасап жатыр деген сияқты болмасын деген бізде қазақта бір сондай бір қасиет бар ғой, жақсы. Соны күттік, жыл өтті. Жыл өткеннен кейін ең бірінші біздің бұл кісінің ұзату тойы сәуірдің 5-і болды. Тамыздың де. Тамыздың. Жоқ, қыркүйектің. Қыркүйек пе? Тамыздың 5-і күні болды бұл кісінің ұзату тойы. Сосын біз араға кішкене уақыт салдықтағы, біздің жаңағы Музартпен жоспарлап болған жоспарларымыз болдықтағы, араға сәл бір ай, 2 ай салдықтағы біз қазанның 16-сы күні тойды белгіледік, үлкен тойды. Көпшіл жерде дүркіретіп, Аллаға шүкір ағайын туысқандардың бүкіл әншілердің басы қосылып, сол тойда дүрлетіп, тойлатып, медеуге жаңағы ұзын ақ машинаны жалдап, солай бір керемет кеш болған, Аллаға шүкір. Алматының төрінде дүркіреп өткен тойдан Жәмиляның ойында мына нәрсе қалыпты. Мен сол кезде жас болдық па, андай бір бүйтіп, бір көңіл мән бермеппін көп нәрсеге. Бірақ тамадан бір айтқан сөзі бар. Сен келін күн санамайсың, енді календардан ай санайсың деді ма? Қалай деді? В общем, сен календармен жұмыс істейтін боласың деді. Сол есімде қапқанда, неге мен календармен жұмыс істеймін деп. Сөйтсем, андай графиктер айлап кетеді ғой, неге? Сапарға, гастрольге. Сол кезде барып мен ойландым да, шынымен мен календар қарайтын нем, жаңағы уақыт сондай екен деп. Кейіннен түсіндім да оны. Бірақ енді қызықты сәттер көп. Есте қалған сол сөз. Мен денем дір еткізді ғой. Сен календар қарайтын боласың деп. Дірілдеп өткен тойдан кейін кенжебекке Жәмиля ұл сыйлайды. Бірақ қуаныш пен қайғының қатар жүретіні қашанда белгілі ғой. Тағдырдың сынағы да келді оларға. Басында енді біз жастықпен көп нәрсені бүйтіп қиын, проблема жасаған жоқпыз. Жастықпен өтіп кетті, негізі қиындықтар болды. Өттік, барлық нәрсені көрдік. Біздің бірден бәрі бүйтіп дайын нәрсеге кеп отыра салған жоқпыз. Мен енді кез келген отбасында болатын жағдай ғой. Алла сүйген қолына сынақ береді дейді ғой. Мүмкін енді бізге де солай болған шығар. Біздің бірінші ұлымыз Алланың сынағымен жаңағы есту қабілеті төмен болып, сонымен кішкене біраз 4-5 жылдай жүректі ауырттық біз. Енді бармаған жеріміз жоқ, баспаған тауымыз жоқ. Германия дедік, Германияға бардық, Пекин дедік, Пекинге бардық. Ақыр аяғы өзіміздің Қазақстанда жаңағы ота жасатқызып, солай Аллаға шүкір қазір қалпына келіп, мектепке барып, біз соны қанша уайымдадық. Қиын кезеңдерді бастан өткергеннен кейін жарасымды жұптың бір-біріне деген құрмет артты. Тіпті отбасы болып нығая бастады. Ондай қиындықтар негізі бір шетінен болып тұрғанда дұрыс шығар енді. Ондай сынақ емес, бірақ ондай нәрсе арасында болып тұру керек те. Адам өзі тәубасына келіп, алды-артын ойлап тұрады деп ойлаймын өзі. Бәр нәрсе бүйтіп дайын тұрса, ол дұрыс емес те шығар. Мұндай сәттерді бастан кешірген Кенжебек пен Жәмиля қуанышты. Өйткені сәбилерінің денсаулығы жақсарып келеді. Біз деген әке-шешеден ерте айырылғанмын ғой мен. Сондықтан сондай жағдайлармен де біраз жүректі ауыртқанбыз.
қазір өзімізге келіп, Аллаға шүкір, баламыз сабақ жазады, оқи алады, сіздің атыңыз айтады, біздің атымыз айтады, үйдегі Калима, Кариманы айтады, Жәмиланы айтады. Аллаға шүкір, соны айтқан кезде біз соны айтуды армандағанбыз. Аллаға шүкір, ол арманымызға жетті. Ендігі үлкен мәселеміз осының миын дамытып, білімін жоғарылатып, үлкен жерлерде өзін өзі алып жүрсек екен деп. Осындай кішігірім бақытқа жарасымды жұп қуанышты. Бұл бақытымен олар өзгелермен де бөліскісі келеді. Шүр, енді ол алда жоспарларымыз бар. Мен енді оны көп жария қылған жоқпын. Жерге ешқандай мен телеарналарға да айтқан жоқпын. Бірінші рет сіздерге айтып жатырмын. Құдай қаласа, Алла бұйыртса, алда сол балдарға арналған бір мектеп ашсам ба деген. Өйткені ол менің басымнан өтіп жатыр да. Бізде енді Қазақстанда қаншама жаңағы олай туылып жатқан балдар көп. Бір ата-ананың жағдайы көтереді, біреуінікі көтермейді деген сияқты. Сол көтермегендерге неге біз жағдай жасамасқа деген сияқты да. Енді бізді көп сөйлейді ғой, Музарт дегеннен кейін, ой, бұлардың күнделікті табыстары күшті ғой, шалқайып жүреді ғой, рахат, ештеңе ойламайды дейді. Сөздерінен байқағандарыңыздай, жұлдыздардың да өз уайымы бар. Бірақ ол мұңдарын олар сахнада ұмытып, елге шуақ шашуды көздейді. Сонысының кейде халық жазғырып та жатады. Алайда Кенжебек пен Жәмиляның көп болмаса да көргендері бар. Осыншама тағдырдың ауырлығын көтерген жарасымды жұптың биыл отау құрғандарына 10 жыл толды. Оны алдағы уақытта дүркіретіп тағы бір өткізбек. Биыл бізге 10 жыл. 10 жыл, Иә. 10 жыл айтпақшы. Біз 2007-те отбасын құрдық қой. 10 жыл бұйыртса, Алла бұйыртса, енді біз сол жаңағы мәселемен біраз өзіміз жүріп қалдық. Отбасында біз негізі салтанатты кеш дегенді бізде жиі болып тұратын біздің отбасымызда. Құдай қаласа, соны енді биыл ойлап отырмыз, енді бір өткізсек па, үйленгеніміз, отбасымызға құрғанымызға 10 жылымыз бар. Жаңағы өзіміздің баламыздың жария қылу керек қой, енді оны. Сүндеті бар, мектепке барғаны бар, жалпы бәрінің, в общем, 4-5 қоянның бір оқпен атайын деп тұрмыз ғой. Жасымыз бар деген сияқты ғой. Мен 25-ке толып атырмын деп қойсаң. Бұл кісі 18-ге толып атыр. Қос ғашықтың алда көрері көп, бірақ арман біреу ғана. Мол табыс табу немесе әлемге әйгілі болу емес, олардың ойында байлықтың басқа түрі. Енді оны бір Құдай біледі ғой. Өйткені менің отбасында көп балалы отбасынан шыққанмын өзім негізі. Мен үйде 17-шісімін. Негізі 18 құрсақ көтерген анам. 18 құрсақ көтерген. Мен 17-шісімін. Кенжебек деп әкем қойған кезде менен кейін тағы да бір қарындасым болған. Ол кісі де көпке бармады, Алланың қалауымен ол кісіні аттандырып жүрдік дағы. Мен үйді кенжесі болып қалдым. Енді Жәмиланың да үйінде 7 ағайынды. 3 қыз, 4 ұл. Енді мен айтам да, енді Құдай қаласа, Алла бұйыртып, енді бізге Құдай бір зәулім сарай нәсіп етіп атса, неге оның ішін немерелерге, шөберелерге толтырмасқа. Алла соған жеткізсін деп азынан кешкейдің Құдайдан соны тілейміз. Иә, осындай адам баласы үшін ең маңызды армандары бар. Той-думан арнасы сол бақытты шақтарына куә болар деп сенеміз. Лайым солай болғай.